Даже Алдараспан театрының директоры Нұржан Төлендиевтің өзі пародия салған. Сәкен Оспан. Қош келдіңіз, Сәкен. Қарыз көп алатын адамдардың қатарында дейді. Қарызды қазір көп аласың ба? Кімдерден қарыз алып жүрсің? Үлкен суммада бір-ақ адамға қарызым болды. Олар Еркелан жәнерекелерге. Сәкен қанша қызды әйелге айналдырды? Ол болды ол кезден. Өйткені ол кезде қалай айтады, сәл болса да андай болды, период танымал сияқты боласында, қыздар танысы оңай, жеңіл. Қалауымда 3 ай отырдың, келгенімде 1 ай отырдың, ешқайсынан үйленбедің, өкініш жоқ па? Келгенімге барғам, ол ояқта шақыруымен бардым, шыны керек. Ояқта кәдімгідей. Кімнің шақыруымен? Редакторлардың шақыруымен. Әкең туралы неге айтпайсың? Ол туралы қозғасам, анам сөйлескісі келмей, айтқысы келмей ме, сондықтан ол бір нәрсе болған шығар енді. Всем сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін бізде қонақта даже Алдараспан театрының директоры Нұржан Төлендиевтің өзі пародия салған. Сен ба мені сүндетке отырғызған Сабира? Шәке, қой дейм саған, айырам емес сені. Сабира, Шәке! Жобадан шығып кетесің қазір. Орныңа отыр. Бол! Сәкен Оспан. Қош келдіңіз, Сәкен. Қош келдің, шақырғандарыңызға рахмет. Сәкен, саған бірінші сұрақ. Жалпы қазір жағдайың қалай? Не істеп жүрсің? Алдында бір жұмыс іздеп жүрген сияқты едің. Жұмысқа кірдің ба? Қазір қалайсың жалпы? Қазір Аллаға шүкір жақсы. Жұмыс бәрі табылды. Қазір жастарды көтерумен өзім жеке продюсер, менеджер ретінде жұмыс жасап жүрмін. Қазіргі TikTok әлеміне кірдік, TikTokерлар көтеріліп жатыр ғой. Солардың жетекші ретінде, қолдау ретінде, идеяларын беріп, қолдаушы болып, оларға сәл болса да направление дұрыс бағыт беру мақсатында сонымен айналысып жүрмін қазір, кішігірім. Нақтырақ айтсаң, бұл пиар менеджерсі ма или продюсер ма? Негізі бұл менеджер, продюсер екеуінде деп айталам. Өйткені мен оның идеясын да табам, өсуіне де үлес қосам, Instagram дамыту, TikTok'ын дамыту. Ал менеджердің жұмысы екі жұмыс атқарып жүрмін, оған жарнама табам, келісім шарттар, сондай ғой. Қазір таңда кіммен жұмыс істеп жүрсіз? Қазір Авди Сенпаймен жұмыс істеп жүрмін, өзіміздің жерлес, Құланның жігіті, Логовойдың жігіті. Тағы да көптеген есімдер бар, оларды айтпақ қойын. Бірақ мен солармен нақты жұмыс істеп жатырмын. Ауыл вайнері бар, мысалы, Жандос өзімізде. Жақсы. Жеке өміріңе кішкене сұрақтар қойсақ, қазіргі жағдайыңнан. Қарыз көп алатын адамдардың қатарында дейді. Қарызды қазір көп аласың ба? Кімдерден қарыз алып жүрсің? Қайтардың ба жалпы? Кезінде көп алатын едім, өйткені ол кезде сондай период болды, любой адамда өтеді. Жол болмау дей ма, или сондай кезде көп алдық. Көп алдық деңіз, мен көп адамдардан алған жоғым. Өзім танитын, жақын араласатын, оларды құтылдым. Үлкен суммада бір-ақ адамға қарызым болды. Ол Еркелан жәнерекелерге болды. Жәнерекеге нақты қанша мың теңге қарызсың қазір? Білмеймін. Тура осы күнде санасақ примерно. Ол нақты суммасы бір қатты үлкен емес негізі. Бір 200 мыңдай ма, 300 мыңдай ғой. 200 мыңдай қарызсың. Жәнерекеге. Қанша уақыт болды қайтармағаныңа? Қайтармағанға так 1 жыл ма, 2 жыл ма болды. Қашып кеткен жоқсың бірақ? Жоқ, қашқан жоғым. Ешқандай біреулер болса блоктап, немесе не істеп қашып жүреді, мен ол жағдайымды білет. Алла қаласа бәрі енді жұмысқа кірістік, сол жұмыс болып жатса, оны қайтарасың ғой, өйткені қарыз бар адамның жолы болмайды деген негізі түсінгенім бойынша. Сол барынша тыпай-тыпай қалай болсын табыс көзімен тауып құтылып жүрмін. Бірінші кішігірімнен, ал үлкендерді енді Алла қаласа осы жоба бар, көптеген жоспарларым бар, солар орындалса, міндетті түрде оларға хабарласым, әлімге де араласам, олар қонаққа да шақырады, онда бүйтіп қашып, біреулер сияқты алдап, или мен оның жаман нәрсеге сұраған жоқпын, және ол отбасы жағдайына керек қаражат, азық-түлікке болсын, арендаға болсын, сондай кезде сұрадым. Өйткені Алматыда өзі анам екеуміз ғана тұрамыз, сондықтан сонда кейбір кездерде карантин мезгілі басталып кетті, сол кез жұмыстықтан қиындық болғандықтан сол кезде ғана сұрадым. Жақсы. Бір кездері Сәкен мотоцикл сатып алды, қашатас болсам 1 жыл бұрын. Сол мотоциклді біз 3 айдан өткен соң Еркебұлан мен Жәнеркенің астынан көрдік Инстаграмда. Барлығы да білетін шығар, көрген шығар.
Жалпы бұл мотоциклді сен қарыздың орнына берді дейді кейбіреулер, әлде сыйлық па бұл? Жоқ, мен саттым оларға, мойындаймын, оны саттым, менен сатып алды. Қаншаға? Ол кезде 250-ге ма, 200-ге ма алды. Тағда Сәкен құмар ойындарға кішкене әуестігі бар екенін білеміз. Құмар ойындар жағы қалай болып жатыр? Қаншалық? Құмар ойынға мен әуес қой болдым қазір. Ставка деген сияқты. Иә, сол Олимп деген сияқты аттарын айтпай қойған, жаңа болып кететін шығар. Кесіп тастайсыздар осы жерін. Енді ондыған мойындаймын, ол барлығы шындық ақпарат, бұл жалған ақпараттар емес, сіздер жақсы зерттепсіздер. Ол жалған ақпарат емес, құмар ойынға қызықтым. Өйткені қалай айтады, адам қиналған кезде ше, жан-жақтан ақша табудың амалын жасайды екен. Ал бұл құмар ойын жеңіл ақша ғой. Бірақ жеңіл ақша көтерілгенмен жеңіл кетіп қалады екен, соны түсіндім. Қазір мен қоймаймын, 100% айтамын, қазір қойдым. Мен мүлдем қазір даже қараймын, тек қана қою деген жоқ менде қазір. Құмар ойын, там ставка дейсіздер, басқа бәрі. Өйткені олардың барлығы маған қалай айтады, келді, бірақ көзге көрінбей кетті. Адал еңбекпен тапқан ақшаға жетпейді деген. Кішкене тарихқа оралсақ, Инстаграмдағы ең алғашқы страницаңды, одан кейін страницаларында сатып жүргендерін білеміз. Рекорд орнаттым ғой, 10 страница саттым. Кеше ғана осыдан 2 күн бұрын ба 10-шы страницамды сатып жүрдім. Алғашқы страницаның бағасын білсе, қаншаға саттың және кімге? Оны стоматологияға саттым. 470 мыңға саттым. 470 мыңға. Қанша подписчик болды? 130 мың. Осы страницаны сатқан кезде саған жиналған, саған жазылған, сені көруге жазылған адамдарды сатып жібергендегі әсерде болған жоқсың ба? Енді әсерде болдым. Ол кезде мама ауырып қалған кезде саттым. Анам ауырып қалып, өтіне операция жасап алып тастаған кезде бәрінен сұрадым, үлкен суммада бермейді ондай сумма. Сосын керек болғандықтан саттым. Өзіме де жеке проблема болды, оны айта алмаймын. Оны ешкім де білмейді, үйдегілер де білмейді. Ол өзінің ішінде қалған проблема, ол сол проблемаға да кетті, анамның еміне де кетті. Денсаулығы сәл нашарлау, әлсіз болып қалады сол кезде, сол өтіне кеткен, сол үшін ғана. 2019 жылы берген интервьюіңді, Шақкерім мырзаға берген интервьюіңді айтқан екенсің. 5 жылдың ішінде өзімнің жеке кәсібімді ашам, сүйікті ісіммен айналысам деп. 2 жыл өтті, одан кейін жеке кәсіп жағы қалай болды? Жеке кәсіп жағы сол карантин құртты ғой бәрін. Мысалы, қазір барлығы білет, карантинді көп деген жоспарлар құртты. Мен ол кәсіпті аша жаздадым. Ол айтқан кезде ол аренда беретін едім. Мен кальянныйға алып қойдым 10 талын. Кальянды кафеге арендаға. Иә. Сонымен сөйлесіп қойдым бәрін. И тұпай заведение атын айтпақ қойын, реклама көтет жаңағы. Сонымен келіскен кезде карантин басталып кетті да маған. Ол кальянилар дымға пайдасы тимей қалды, оны қайтып сатып жүрдік. Сондай бір жоспар болды, көптеген жоспар болды, оның бәрін айта берсем болмады ғой. А енді мынаған қазір кірістім, осымен енді сәл болса да өзім жоспарларыма жетем деген үміттемін. Сәкен қыз-қырқындарға қатты жақын дейді, нәпсісіне беріледі дейді, күнәға көп батам деп ойламайсың ба? Ол кезде оны да мойындау керек болды. Бірақ қазір таңда мен ешкіммен сөйлесіп те жүрген жоқпын. Өйткені мына команда деп қойын, или қарамағымдағы адамдар деп қойын, или досым деп қойын, інім деп қойын, солармен жұмыс атқарып жүргендіктен мүлдем уақыт жоқ қазір. Мысалы, баяғыда көп уақыт болды менде. Сөйлесесің, танысасың, бойдақ болғандықтан адам ол нәпсі дейді, оның бармайтын адам жоқ, мен саған айтайын. Әйелі бар адамдарда барады, оған мойындау керек. Ол мысалы жарайды, иманы мықты адам ғана ол нәпсісін тия алады. Мен мысалы мойындаймын, намаз оқымаймын, немесе дін жағынан хабарым күшті деп айтамаймын. Ол дінге араласқым келмейді, политикамен дінге ешқашан араласқым келмейді. Сондықтан ол болды ол кезден. Өйткені ол кезде қалай айтады, сәл болса да андай болды, период танымал сияқты боласың да. И қыздар танысу оңай, жеңіл. Сіз ана жақтан көрдім, аяқтан көрдім. Сол кезде кездескен болды. Қазір мүлдем уақыт жоқ. Енді қазіргі таңда мен ниетім тұрақты бір жақсы отбасы болады. Өйткені жасым деген 28-ге кетіп баратыр. 27-тен 28-ге кетіп баратыр. Жалпы өмірге тіке қарасақ, бір шынайы жауап болса мына сұрақта. Сәкен қанша қызды әйелге айналдырды? Қалай әйелге? Қызықты алды деген ба? Ешқашан алған емеспін, Құдай тұр. Мен ешқашан өзіме де уәде бергем, мысалы пәк дейді ғой, пәк қызға ешқашан жоламаймын. Сұхбатты сол бір қыздар көріп
қарғысың астында қалмайсың ба? Жоқ, Өтірік айтып отыр деп. өтірік айтып отқан жоқпын. Оны 100% ешқашан алмаймын да, ешқашан. Тек қана үйленген кезде ғана болмаса, өзіме уәде берген, мен ішпеймін, шекпеймін, қыздыққа алмаймын. Егер қыз болса ешқашан жоламаймын. Қот жақсы көріп тұрып, қот қалап тұрсам да, айтады ғой, өліп тұрсам да ешқашан жоламаймын. Жақсы. Қалауымда 3 ай отырдың, келгенімде 1 ай отырдың, ешқайсынан үйленбедің, өкініш жоқ па? Өкініш жоқ. Мені қалауымды зерттеген болсаңыз, маған келген үміткерлерді тағдырлары қиын болды, ажырасқан болды, басқасы болды, анау болды, өткені нашары болды, жасырғандары болды, эфирді айта бермейсің оның бәрін. Мысалы, елдер айтады, ойбай, Сәкен, сен келді, әжептәуір қызы келді, мына қыз келді, сонымен тұрамайсың да. Оны зерттесем, мысалға, мен үйленбегенмін, ал үйленген болып қалады. Сондай қарсылас болды. Мақыр мен үйленбегенде қарамаймын, қыз емесіне қарамаймын. По-любому ауыл, мысалға, біз Жамбыл облысынан Жаңатастан болғандықтан ол өсек дейді, ол да бар. Жақсы көргенмен оның қарағандықтан оған көп қой, эфирде айтамайсың, көп нәрсе. Сондықтан ол өкінбеймін. Просто келген кезде мен ұнатқан қызым болды, басқа да болды. Мысалға, болмады ғой, енді басқа жазылмаған ба, мүмкін сезім тумады ма. Мысалға, мен шыны керек әлі жақсы көріп көрген жоғым ба, мен қатты басынан башық махаббат сезім өткізген жоғым. Ал келгенімге барғам, ол ояқта шақыруымен бардым, шыны керек. Ояқта кәдімгідей. Кімнің шақыруымен? Редакторлардың шақыруымен. Әділ ма, Аян ба, ұмытқан Әділ, по-моему, шақыруымен бардым. Бір адам босап қалды, келесің ба деді. Мен басында 3 айдан кейін кеткеннен кейін сол проектке 1-ші сезонына мен барғым келген. Өйткені ояқта жақсы ниетті болады деді да маған. Мен қызықтым. Сенің анаң туралы көп нәрсе көреміз. Инстаграмда анаңды көп көрсетесің. Анаң бар екенін білеміз, халық та біледі. Әкең туралы неге айтпайсың? Енді әкем туралы неге айтпаймын? Әкем туралы өзім де ақпарат білмеймін. Шыны керек, мойындау керек. Оны мысалға барған жобада да қалауым болсын, келгенім болсын, ешқашан айтпағам, ол жайлы сұрақты қоймаған. Мен таңғаламын, неге қоймаған деп. Сол кезде айтқан кезде мен айттым, әкем өмірден өткен деп. Ол кішкентай кезде мен өмірге келген кезде бір жастама или толған кезде қайтыс болды деп апам айтады. Ол жайлы есімін білем, қаяқтан екен білем, қатты ақпарат сұрамағам, өйткені ол туралы қозғасам, анам сөйлескісі келмей, айтқысы келмей ме, сондықтан ол бір нәрсе болған шығар енді. Оны қатты қазбалағым келмейді, ең басы есімін білем, қаяқтан екен білем, соны білем, сол ақпаратты. Түрін көргесің ба? Жоқ. Суреттер жоқ па? Жоқ, ондайлар жоқ. Анаң ешқандай ақпарат бергісі келмейді. Иә. Қай жақтан екенін білмейсің? Білем, қай жақтан екенін есімін білем. Майбұлақ деген жақтан, Шымкент жақтан, Майбұлақ. Есімі? Есімі Сейілбек. Материалдық жағдай туралы айтайықшы. Қазір материалдық жағдай енді всегда актуальная тема ғой. Иә. Соған байланысты бір сұрақ бар. Қазір айлық табысың қанша негізі? Айлық табыс сол процент қой бізде, 20%, 10% сондай. Орта есеппен алған кезде бір айлыққа 100 мың, 120 мың, 200 мың, әртүрлі. Бір кейбір кезде вообще болмайды. Өйткені бұл плавающий режим сияқты ғой, біресе жарнама болады, біресе контракт болады, біресе бір мысалға бір сусыннан түседі. Жаңағы материалдық жағдайың 1 жыл бұрын өзің айтқандай қарыз алдың, жаңағы ставка тіктің, сол кездерде мысалы, ол кездерде енді жасың енді жас болмады ғой. Иә. Осынша жасқа келіп, бұл сонда ақшаны дұрыс жаратылмауының кесірі ме? Әлде сен жалқаусың ба? Дұрыс жаратылмаған ба, жалқауда, екеуін де айта аламын мен, мойындаймын. Жалқауда болдым, дұрыс та жаратылмадым. Өйткені оны келді, аяқтан бағанағыдай айтқандай, ол кезде нәпсіге де берілді, қыздарға да жұмсаған кездері болды. Барасын, мысалы, дәмханада, кафеде отқан кезде кетеді по-любому. Аяқтан тұрасында бағанағы тапқанды ставка тігіп жүресің, аяққа бересің, мысалы, мамаға бересің, үйге бересің. Жоқ болып кетеді. Кейбір кезде жасырып қаласың, өтірік айтып, өзіне керек болып қалып, мысалға. Сондай кезде болды, мойындаймын, ол сол дұрыс бағытта жүрмегендіктен ба жолын болмағаны деп ойлаймын мен. Қазір дұрыс жарата аласың ба ақшаны? Қазір мен, мысалға, қазір түпай-түпай ставканы қойдым. Мысалға, тапқан сразу мамаға апарып берем, өзіме тек қана жол күрегі алып қалам, болды. Кейбір кезде, мысалы, туған күн болған кезде алып кетем, сұрап, өйткені по-любому анаға берген ақша сәл болса да ол дұрыс нәрсеге жұмсайды да, продуктыға немесе басқаға. Өзінде жүрсе болмайтын нәрсеге жатып қойсын, көріп қоясын, анаған мынаяққа. Сондықтан қазір дұрыс жаратып жүрмін, түпай-түпай. Өзінде көріп тұрсын, мысалға, баяғыда сенен де сұрадым қарыз, дұрыс па? Ол да. Қазір мен жаздым ба? Мысалы, қарыз бере тұрш деп ешқашан ешкімге жазбаймын да, өйткені дұрыс емес ол. И өзім
ақшаны үнемдеп тиісті дұрыс жолға жаратсан или қолдансан, ол өнегелі сақталады екен. Инстаграмға қарасақ, блогерлермен араласатын сияқтысың. Жаңағы мысалы Джекас бар, Қадырбаев бар, Авди Сенпай дегендермен түскен суреттерің бар. Бұл жай ғана фотоға түсейікші деп түскен суреттер ме, әлде бір жұмыстық байланыс бар ма араларында? Жоқ, ол кезде қатты араласам деп айта алмаймын, өйткені мойындаймын. Просто ол кезде біз Авдиді бағанағы өзім екеуміз жұмыс істеп отырмыз, қазір сонымен коллаборация дейді ғой, бірге совместный видеоға барған кезде түскен фото естелік, өйткені ол жерлес, ЖК-да Тараздікі, Қадырбаевта Тараздікі жерлес болғандықтан, мен де олар сыртта таниды ғой, енді қалауымды көрмеймін дейді да бәрі, бірақ интересіңден шығады ғой Инстаграмнан. Хейтерлар көп, бірақ көрмеймін дегенмен көріп қояды, мысалы интересіңден, или по-любому, или мамасы жақсы көретін болады, или анасы жақсы көреді, по-любому көреді, бірақ вид танытпайды да, мысалы таниды. Бірақ мен сен көргенмін деп, ондай ситуациялар болған, әншілер де мысалға, ой, мынау дыно, мұно дейді да, бірақ көрген кезде, мысалы, аэропортта кездесіп қалдым, Қуандық Рақыммен айтайын. Қуандық Рақыммен кездесіп қалдым, танысып жатқан кезде, сәкен деп, мен сен қалауымнан көрген деп. Оның өзі приятно да, бірақ жаман негатив жоқ ода. Мысалы, айталам, ол жақсы өте. Әлгінге дейін, мысалы, көріп қалсақ, араласып, жақсы сәлеміміз. Бірақ мұндай тесін общение жоқ та, салам алейкум, WhatsApp-пен или Instagram-мен. Просто көріп қалсақ, сәлеміміз түзу, жақсы, мысалы, сондай. Джекас пен Қадырбаевпен солай. Я тек қана суретке түстік болды, қандай общение араласу деген жоқ. Жасың қазір 28-де ме? 27-те. 27-те. Үйлену қай жылы жоспарлап отырсың енді? Енді қыз жоқ қой, мысалы, сөйлесесің, танысасың, білмеймін, бәрін айтады, ойбай қыз көп қой, қыз табу оңай қой жігітке дейді. Жарайды, оңай, бірақ онымен мысалы мінездері біліне бастайды. Мен жүрмеуде емес, жүрдім, сөйлестім. Шығады бір нәрсе, шығады. Сеніп жүресің сен оған, ол алдап кетеді. Мысалы, жақында бір қызбен сөйлестім, мысалы, оған сендім, біндім, тұрды да екінші ма, төртінші кездесу маскасы ұшып кетті дейді, қазір тілде айтқандай. Қалай? Қылықтар пайда болды, ішпеймін деген ішті вино, мысалы, ішімдік дейді да, ішімдік ішті, қуып кетті, мысалы, шыңғырып деген сияқты, не істеп деген сияқты. Ары басқа жігіттермен сөйлесіп, мен көзімше кәдімгідей мойындамай, мысалы, жігіт звондап отырды, мен көріп тұрмын, мен соқыр емеспін, мен естимін. Қазір мысалы ұялы телефонын сөйлескен кезде дауысы қатты естіледі саған. Жоқ, мен анамен сөйлесіп отырмын, мынамен сөйлесіп, мен оған мысалы айтады, дұрыс ниетпен қарадым, түзу ниетпен үйленем, араласам, отбасы болам деген ниетпен қарасаң, ол бүйтіп кетеді. Басында түзу болып жүреді да, одан кейін шығады. Сондай қиын табу. Мысалы айтады, бәрі оңай, ойбай, мынау оңай болса, бәрі үйленіп кетпей ме? Бізде мысалы сенде болдың, мысалы сенде де жол болмай жүрік, мысалы, дұрыс па? Үйлену оңай емес, қыз табу оңай емес. Қызға да жігіт табу оңай емес, өйткені жігіттің де ойлары жаман болуы мүмкін. Ниет түзу, басында жігіттерде ойбай иманды, гүл, романтик болып, аларын алып, асарын жасап кетуі мүмкін. Сондықтан қиын, асықпаған дұрыс. Мен мамам, апаларым айтуым бойынша, сен жақсы көрген қызды ал дейді. Мені. Сен жақсы көрсе, ол до конца семен болады дейді. Сен жақсы көрген қызды алма дейді. Ол саған, мен жақсы көрмейді ғой, мен жақсы көреді ғой деп біледі да, ерекелеп жүре береді дейді. Сондықтан сондай қағидадан ұстап жүрмін, қазір мен жақсы көретін қыз кезеге ма деп. Бірінші сезонның қатысушылары, екінші сезонның қатысушыларының арасында, қазір аттарын айтпай қойын, бірақ сен туралы бір естідім ақпараттар. Сәкен не серьезный адам, болмаса алдап кетеді деген сияқты бір сыбыстар бар. Мен оны қалай естіген? Лақтырбай дейді да, бұл қаншалықты рас? Білмеймін, мен естіген бұл, бірақ ешкімді ешқашан лақтырған емес, мен саған айтайын. Солар айтқан адамдар, мысалы, факт, дәлел ретінде көрсетпеші, не деп лақтырдым мен, мысалы, ақшаға лақтырдым ба, или келем деп лақтырдым ба, не деп лақтырдым, білмеймін. Ондай көп айтады, мен мысалы қыздармен таныстым дедім ғой, сол көз айтқан кезде сен анау бірге қатысқан аттарын айтпай қойып, айтқан кезде сен туралы жамандайды дейді. Мен оларға мысалы, ешқашан мен оны жамандаған емеспін, аттарын атап, түстерін түстеп жамандаған емеспін. Мен білем оның қандай адам екенін. Маған бәрі оның өзінің күнәсі өзімен кетсін, өзің күнәм өзімен кетеді. Сен күнәң сенімен кетеді. Өз-өзіне жауап берсін, болды. Ол ақпарат туралы айтсам, дәлелдеп берсін, сондай болды. Егер дәлелдеп берсе, мен мойындаймын. Сондай бір лақтырған кездерің есіңде жоқ па? Лақтырған жоқ, ешқашан. Былай осы жерде бір екі сөйлеп қалып едім, әлде бұл жерде бір қарызын қайтармай қашып кетіп едім деген сияқты. Қашқан емеспін. Ондай жоқ. Сұхбаттың комментарийлер деген айдарына келдік. Комментарийлер сенің страницаңда оқып шыққанбыз бір қатарын. Жаңағы бір жаман болсын, жақсы болсын арасынан теріп алдық.
оқсақ сенен жауап болса жауап беру жауап бермеу өзің еркің бірақ. Сәкен қалауымға барып бір жарып кетсейші дейді. Бәрі жазады, дайректке де келеді, көп келеді, үлкен әпкелерден, апалардың звондаған баяғыда. Осы 1-2 күн бұрын ба, или 1 ай бұрын ба звондаған. Барғым келмейді мен шыны керек. Өйткені қазір барғанмен не ол? Шаршадың ба? Жоқ, шаршаған емес, результат шықпайтын сияқты маған қазір. Бәрі біліп алған, ойқа барасың, оқырман жинайсың, и там конкурс өткізіп, блогер болып кетуге болады. Шын ниетпен келетін қыз келмейді ау деп. Ал бірінші маусымда келу мүмкін еді. Қазір бәрі біліп алды ғой. Енді барасың, оқырман жинайсың, болды, сен ел таниды. Бітті, отырасың, любой жерге барған кезде, ана сен қатысып едің, үміткердің өзін танып атады. Сен ана кімге бардың ғой, мысалы, Сәкенге бардың ғой, мысалы, Нұрсұлтанға бардың ғой деп танып атады. Ол сондықтан, қазір барасың, отырасың, өзің уақытың кетеді. Жарайды, жинайсың оқырман, бірақ жинағанмен жас деген кетіп бара тұр, 2 жылдың өзі өтіп кетті. Сол сияқты өтіп кете ма деген ниет, бірақ көп жазады, шыны керек. Тағы бір комментарий. Бірінші сезонмен бірге түскен суреттің астынан тауып алдым бұл комментарийді. Барлығын түскен екесіңдер, где-то 10 адам. Қалауымдағы қораластары дейді. Қораластар. Коллега емес, қатысушы емес, қораластар дейді. Өзі жаман қарайтын адам шығар. Бірақ көреді. Иә, бірақ көреді. Көрген соң танып тұр да. Мысалы, сол адам живой көрсе айтамайтын шығар мүмкін. Өйткені ондайлар көп болған. Мен даже бір күні оқыған кезде, көрген кезде ешқашан айтпаған. Наоборот, суретке түсіп білмеймін. Ондай адам мән бермеймін ғой. Қазақтар негізі көрілмеушілік қатты, көрілмеушілік та бар. Любой мемлекетте бар. Бізде қатты шығар, бірақ любой жақта бар ол. Біреу көтеріліп барса аяғынан тартады. Иә. Түсіп барса көмектеспейді. Сол. Жарайды, уақыт бөлгеніңе, сұхбатқа келгеніңе рахмет. Оқашып. Ал көрермендер, бізден видео сіздерге, сіздерден лайк, дизлайк, комментарий күтеміз. Келесі сұхбат кіммен болсын, астына жаза кетіңіз, біз оны орындаймыз. Сау болыңыздар. Все, давай.